Шыншыл блогерлер мен сыншыл пікірлерлігі блогерлер бағдарламасында бүгінгі хабарымызда біз Әли Оқаповтың әлеуметтік желілер арқылы халықтан кешірім сұрағаны және Атырауда үй қоян масалар шағып өлтірген туралы айтатын боламыз. Армысыздар, телеэфир арқылы тыңдармандарды топас деп айыптаған әнші Әли Оқапов твиттерде осы сөз үшін кешірім сұрады. 5 бейнебаяннан кейін өршіген таудамай осымен аяқталатын шығар деп үміттенеді әлеуметтік желі пайдаланушылары. Сонымен Әлидің әлеуметтік желілердегі көпшіліктен кешірім сұраған жазбасына кезек берейік. Айтылған сөз атылған оқпен тең. Кейде пендешілікке салынып, көпшіліктің көңіліне тиетін сөздер айтылып кетеді. Кейде намысқа, кейде қызбалыққа бой алдырамыз. Бірақ мен көпке топырақ шашу үшін емес, халқына титтей болса да пайдасы тимей жатып, жұртты сөгетіндерді меңзедім. Сындарлы болу керек. Көз ашық ағайын менің нені меңзеп тұрғанын түсінер. Мен тек қана анамның атын, абыройын қорғау үшін айттым бұл сөзді. Бұл ақталу емес, бұл тағылған сынға айтар уәж деп қабылдаңыздар. Артық кетсем, ресми түрде кешірім сұраймын. Ізгі ниетпен Әли Оқапов делінген әншінің Instagram желісіндегі парақшасында. Сонымен қатар Әли Твиттердегі парақшасында кешірім сұраймын. Ашуымды бастым, ойымды дұрыс жеткізе алмадым. Жананамның атын ақтаймын, қорғаймын деп жазба қалдырған. Ашумен айтса да, ойлап айтса да, айтылған сөз кері қайтпайды. Не болса да өзіне жағылған күйден халыққа жағып ауруышылық еткен дұрыс болмады. Ұлық болса кішік бол. Али, сенің сөйлеген сөздеріңе қарап риза болдым. Айтылған әрбір сөзің орынды. Менде де жалғыз анам. Анамызды қорғап шығу біздің парызымыз. 5 айлы клипті сынағандарды топас деген ғой, жөні түзу дүние болмаған соң сынайды да. Әли, аяулы анасын қорғаса, несі айып? Әли Оқаповтың орнында болса, мен тіпті одан артығын айтар едім. Айтқандарыңыз орынды, халық ашуыңызды дұрыс түсінбеген болар. Сізді қолдайым. Дұрыс жасадыңыз, тек қана алға. Айтқан сөз атылған оқ, бірақ өз қателігін түсінсе, болашақта абайлап сөйлесе, ауыз өзімдікі деп ора бермесе болды ғой. Ақшаң болса, қалтаңда. Қазақстанның тұрмыс деңгейі орташа азаматының қолына көп ақша түссе, олына Rolex сағатын Әли Оқапов пен орданың концертіне билет сатып алуға жұмсайды екен. Бұл халықаралық сертификаттау қауымдастығының зерттеу қорытындысы. Ал сіз болсаңыз, қайда жұмсар едіңіз? Жүргізілген зерттеу компьютер арқылы интернетте сұхбат алу негізінде өтіп, онлайн сауалнамаға 15 жаздан жоғары және интернетті белсенді пайдаланатын 1200 Қазақстан азаматы қатысты. Бұл ақшаға кенелген жағдайда Реал Мадрид футбол клубының матчына немесе Новак Джоковичтен қатысумен өтетін ойынды тамашалауға жұмсағысы келетіндер де табылды. Мен ақшам көп болса шетелге демалып, анама автокөлік алып берер едім. Ақшам көп болса жоқ жітіктерге таратар едім, сосын депозитке салып қояр едім. Мен тіпті қайда жұмсарымды білмеймін. Аспирантураға түсірмей едім, баламның болашағына жинар едім. Көп ақшам болса, әрине ең бірінші ата-анамды демалуға жіберуші едім. Қандай пландарыңыз бар басқа? Өзім жеке жағдайымды турлап, жағдайымды көтеруші едім. Сосын артылып атса, көмектесем. У меня очень много планов. Менің жоспарларым өте көп. Мол қаржының 50%-ын әрине өзіме жұмсаймын. Ал қалған бөлігін реттеп, орнымен қолданатын шығармын. Осындай жақсы жерлерге келіп, баламды қыдыртатын едім. Көптеген жақсы мүмкіншіліктер бар, арасында баланы алып келіп, осындай жерге ойнатып, әртүрлі енді мынандай машинаға мінгізуге болады. Енді көптеген қызық жерлер көп. Әрине ондай ақша болса, үй салғандай келеді, шетелге барғандай келеді, ондай мүмкіндік болса. Әрине, егер ондай көп ақшам болса, сондай армандарымды ондай орындар едім. Балаға үй салу, шетелден үй алу деген жоспарыңыз жоқ? Ондай несі жоқ бізде пока. Мақсаттарыңыз, армандарыңыз жоқ Мына балабақшаны өсіретін. Ал Атырауда масалар үй қоян шағып өлтірді. Ақжайық баспасының жазуынша, Дамбы, Ракуш, Курелкен елді мекендердің тұрғындарының жыртқыш жәндіктерден берекесі қашқан. Мұндағы масаның түрі де бөлек. Мұны Қазнеттегі қауымнан білдік.
Бұл жерде негізінен масалардың ірі қалалық Калекс, Пипиенс деген түрі мекендеп көбейеді. 7-12 шақырым жерге дейін ұшуға қабілетті. Биыл су тасқыннан көп жерге су жайылып кеткен. Сол жерлерде масалар көбеюде. Оңтүстік шығыстан соққан жел оларды елді мекендерге қарай қуып апарады. Олар Атырауға да қаптап келеді деп жалғастырды ол. Көшеде жүру мүмкін емес Атырауда. Масалары тікұшақ сияқты. Мазам кетіп, есімнен адаса жаздадым. Масаның отаны болды ғой, ауру жұқтырады ғой адамдар. Атырау емес, Астанаңда масалары осал емес. Олау жетіспейді. Басты проблема сол. Ал Шымкентте адамдарға улы жәндіктер қырғидай тиіп жатыр. Мұнда соңғы бірнеше күннің ішінде 40-қа жуық адамды улы жәндіктер шағып алған. Сондықтан сізде бұл аймаққа барғанда абай болыңыз. Облыстық жоғары қысымды оттегімен емдеу орталығының токсикология бөлімінің меңгерушісі Асылхан Мыңбосыновтың хабарлауынша, соңғы бірнеше күннің ішінде улы жәндіктер шағып алған ондаған шымкенттік медициналық жедел жәрдем қызметіне жүгінген. Шымкентте қарақұрт шаққан 28 адам, жылан шаққан 6 адам, ара шаққан 3 адам ауруханаға түсті. Ал сарышаян шаққандар тіптен көп дейді дәрігер. Күн тым ыстықта шығады ғой улы жәндіктер. Сақ болу керек. Мені Қызылордада сарышаян шағып алған. Содан бері улы жәндіктерден қатты қорқамын. Масқара, Шымқаладағы ауылыма бармағалы 3 ай болды. Үйдегілерге ескертейін. Енді ұшақтарда велосипедтер пайда болады. Airbus концерні арқасы бар велосипед отырғыштарына ұқсайтын жаңа жолаушылар орындықтарын патенттеп жатыр. Ұшақтағы бос орынды көбейтіп, жолаушылар санын арттырады. Әр велосипед отырғыштары тік маңдайшаға бекітіледі. Олар бос уақытта жинақтауға ыңғайлы және кеңістікті арттырады. Идеяларымыздың көптеген бөлігі жүзеге аспауы мүмкін, бірақ келешекте коммерциялық авиацияда олар өзектілікке ие болады деген сенімдеміз деп мәлімдейді Airbus баспасөз орталығы. Осы отырғыштарға педальдар қоссақ, Мадагаскардың дәл өзі. Мен мұндай ұшақтарда ешқашан ұшпаймын деп үміттенемін. 21 ғасырдың патенттерін жек көремін. Егер бәсекелестері осы идеяны жүзеге асыратын болса, ол айыппұл төлеуге міндетті. 76 ел, 600 күн, 5 мотоцикл, 125 миль қашықтық. Америкалық Алекс Чаканның селфи үшін бастаған тауы бармаған, жер қалмаған. Ол өзін 360 градусқа айналдыра суретке түсірген. Ал сіз бұлай селфи жасай аласыз ба? Оның жасаған таңғаларлық видеоролигі осыған дәлел. Алекс 600 күн бойы өзінің темір мотоциклімен 200 мың шақырымда жүріп өтіп, 75 елдің шекарасын аттаған. YouTube видеоресурсына жарияланған оның бейнеролигін қазіргі күні 9 миллионнан астам адам қарап үлгерген. Еріккен жігіт. Ол әлі басқа елдерді айналып шыққан жоқ. Оның жоспарында Қазақстан елі де бар. Еріккен деуге болмайтын шығар, бұл да ақша табудың бір жолы. Осы адамдардың мұндай сапарларға ақшаны қайдан алатыны қызық маған. Байдың баласы шығар. Бұл роликтің арқасында ол бірталай ақшаның иегері атанды. Бірақ селфи жасаған кезде абай болыңыз. Америка құрама штаттарында жүріп бара жатқан пойызбен селфи жасағысы келген жігіт келеңсіз жағдайға ұшырады. Мәссаған, анау кісі менің басымда теуіп кетті деп таңданды селфи фотограф. Бейне жазбаға пікір білдірушілердің бір бөлігі бұл бейнероликке таңданыстарын білдіріп жатса, екіншері видеоның шынайы еместігін алға тартуда. Байғұс бала, бұл пойыз компаниясын сотқа беріңіз. Құдайға шүкір тірі қалыпсыз. Жоспарланған. Бұл видеоның көрсетілімін тоқтатыңдар. Ол осы ақмақтығының арқасында ақша тауып жатыр. Селфи мағынасын түсінбейтін жігіт екен. Сіз SMS хабарламаны қаншалықты жылдам тере аласыз? 16 жастағы бразилиялық жеткіншек 26 сөзден тұратын сөйлемді 18,19 секундта теріп, Гиннес рекордтар кітабына кірді. Нью-Йорк қаласында өткен жарыс қатысушылары өз тілінде жыртқыш балықтар туралы 26 сөзден тұратын сөйлемді жазуы тиіс болатын. Жеңімпаздың айтуы бойынша 2009 жылы дербес компьютерін сындырып алғаннан соң тек ұялы телефонды ғана пайдаланғаннан машықтанған. Бұл қазіргі уақытта ұмытылып бара жатқан SMS хабарламаны қайтаруға арналған байқау сияқты. SMS хабарлама жазатындар да бар екен ау. Біздің агент Фейсбукте отыратындар одан да жылдам жазатын шығар.
Твиттердегі тірлік, Фейсбуктегі соңғы жаңалықтар легі блогерлер бағдарламасында. Блог сізден, баяндау бізден болсын. Біздің арнамыз сондай-ақ 24.kz сайтынан көре аласыздар. Біздің арнамыздың онлайн көрсетілімдерін App Store қосымшасы арқылы көруге болады. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.